Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде 13-ші регион бағдарламасы, студияда мен Нұргүл Жолымбетова. Әдеттегідей өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Ал сізде жариялауға лайық бейнематериал болса, экранда көрсетілген номерге WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. 12 қараша күні кешкі сағат 20:00 шамасында Сеченов көшесінде Audi автокөлігіне шабуыл жасалған. Нәтижесінде күдіктілер көлік егесінің 10 миллионнан астам қаржысын алып кеткен. Бізге жеткен ақпарат бойынша Lada Priora мен Audi көлігі соқтығысып қалған. Сол мезетте сыртқа шығып оқиғаны анықтамақ болған неміс көлігінің жүргізушісіне Priora'дан түскен ер азаматтар қару кезеніп қолындағы бар ақшасын беруін талап еткен. Бейресми ақпарат бойынша Audи'дің жүргізушісі белгілі бір мекеменің сауда өкілі болып қызмет атқарады. Соған қарағанда қылмыс жасайтын адамдар алдын ала сөз байласуы мүмкін. Оқиға орнында Оңтүстік Қазақстан облысының жергілікті полиция қызметінің басшысы Балтабек Абылаевтың өзі болған. Қазір таңда қарақшылық шабуыл ісіне байланысты анықтау жұмыстары жүргізілуде. Қомақты қаржыға үйін кепілге қойған азамат болса, қас пен көздің арасында сан соғып қалды. Ұрлықсы 10 қараша күні орын алған. Нақтырақ айтар болсақ, баспанасын 13 миллионнан астам сомаға кепілге қойып, ерлі зайыптылар үйіне қайтқан. Қайтар жолда тәтті алуға дүкенге тоқтайды. Сол мезетте белгісіз тұлғалар автомобильде тұрған ақшаны алып тайып тұрған. Буквально минут даже не прошло. Машина начала вот эта сигнализация пикать. Көліктің дабыл жүйесі іске қосылып, қатты дауыс шықты. Бірден дүкеннен шығып қарадым. Көліктің қасына ешкім болмаған. Мұнан соң машинамды ары қарай алып қойып, қайта құлыптадым. Ішке кіріп есептес болған соң көлікке келдік. Алайда ломбардтан алған пакет болмады. Олар ішіндегі құжаттарға, басқа заттарға тиіспеген. Оқиға Тәуке хан даңғылында орын алған. Қазіргі таңда жәбірленушілер аудандық ішкі істер бөліміне шағым түсірген. Анықтау жұмыстар жүргізілуде. Айта кетейік, аталмыш істер бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментіне арнайы сұхбат беруін сұрап хат жолдадық. 12 қараша күні Toyota Camry және VAZ-21099 көліктер соқтығысы бір адам жарақат алған. Апат жағдай Тәуке хан даңғылы мен Тәжен көшесінде тіркелген. Салдарынан Lada көлігінің жүргізушісі ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілген. Ал жапондық көліктегі жолаушылар мен жүргізушісі жеңіл дене жарақаттарын алған. Олар ауруханаға барудан бас тартқан. 9 машина прям мектен келді, а Camry Toyota мектен прям келді. Это полоса вот неправильно полоса. Это прям встреч келді, сол кезде ұрды. Мен мықты едім. А это 99 водитель өлтіп. Аяғы сіңген. Қанша адам шықты 99? 99-да 2 адам, водитель, пассажир. А Toyota Camry тоже 2 адам. Водитель, это Toyota Camry водитель нормально. Алайда ауыр дене жарақатын алған 1982 жылғы азамат ауруханада жан сақтау бөлімінде қайтыс болған. Айта кету керек, Lada көлігі жарамсыз күйге түскен. Тіпті көліктің дөңгелегі де өзінен бөлініп қалған. Ал Toyota Camry'дің алдыңғы бөлігіне айтарлықтай шығын келген. Жол апатына тап болғандардың айту бойынша келеңсіз жағдай жаңа жол белгілерінің кесірінен болған. Қазір таңда оқиғаға қатысты анықтау жұмыстары жүргізілуде. Бүгінге айтпағымыз осы болды. Егерде сіз күтпеген оқиғаның куәсі болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмегі қажет болса, онда 56-1632 номеріне хабарласуыңызға болады. Ал егер өздеріңізде түсірілген бейнематериалдар бар болса, экранда көрсетілген байланыс номеріне WhatsApp арқылы жібере аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, біздің түсірілім топ бір тәулік бойы кезекшілікте. Сіздермен бірге болған мен Нұргүл Жолымбетова, амандықта жолыққанша.